Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта ана тілі. Бірінші сынып, 66-шы сабақ. Тақырыбымыз заттың атын білдіретін сөздер. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Балалар, ең алдымен алдыңғы тақырыпты, яғни ережені қайталайық. Заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не, нелер сұрақтары қойылады. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Яғни ұстаз, ата, әже, әке, дәрігерлер. Заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, балта, балға, орындықтар, сиыр, қой, бұзаулар. Ал енді балалар, бірінші жаттығуды орындайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Доп та керек, дос та керек. Күні бойы доп тебем. Доп тепкенде дөп тебем. Жүгіремін қуалап. Жеке ойнауды жек көрем. Жақсы екен доп деген, тебе білсең екпенен. Осы көпшіл добыммен достар таптым көптеген. Ғалымбек Жұматов. Енді балалар, сұрақтарға жауап берейік. Доп ойнауды ұнатасың ба? Әрине, балалардың барлығы дерлік доп ойнауды қатты жақсы көреді. Доппен тағы қандай ойын ойнайсың? Доппен біздер, яғни достарымызбен бір-бірімізге лақтырып ойнаймыз. Сонымен қатар футбол ойнаймыз, иә? Енді балалар, өлеңнен кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді тап дейді. Мен астын қызылмен сызып қойдым, иә балалар? Яғни не деген сұраққа доп деп жауап береміз, иә? Ал кім дегенге, яғни бұл жерде көпше түрде тұр, кімдер дейміз. Кімдер десек достар. Ал енді екінші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар доп ойнады. Ержан қақпашы болды. Бүгін ойын қызықты өтті. Кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздердің астын сыз дейді. Балалар, ең алдымен сөйлемді әдемі етіп боямай жазуды үйреніңіздер, иә балалар? Көшіріп жазғанда мұқият, қатесіз жазыңыздар. Бұл жерде балалар деген кімдер? Не ойнады? Доп ойнады, иә? Кім? Ержан. Яғни кім деген сұраққа жауап береді, иә? Ержан деген. Бүгін ойын қызықты өтті. Ойын деген не деген сұраққа жауап береді. Балалар, осылайша кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздердің астарын сызып қойыңыздар. Яғни балалар кімдер, доп не деген сұраққа жауап береді, Ержан кім деген сұраққа, ойын не деген сұраққа жауап береді балалар. Осы сөздердің астын сызып қойыңыздар балалар. Ал енді балалар, үшінші жаттығуға көшейік. Суреттер бойынша мәтін құра. Балалар, суретте немен айналысып жатыр? Балалар, суретте әр түрлі спорт ойындарымен айналысып жатыр, иә? Спорт түрлерімен. Ең бірінші суреттегі қыз бала беліне айналдырып жатыр, иә? Яғни белін айналдыру арқылы жаттығу түрін орындап жатыр. Екінші және үшінші суреттегі ер балалар, олар кір тасын көтеруде. Олардың қасында ат тұр, иә, секіретін. Және төртінші қыз бала, ол секіргіштен секіріп жатыр. Яғни осылайша бала суретке қарап мәтін құраймыз. Сіздер қандай мәтін құрайсыздар? Осыған толықтырыңыздар, иә? Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар балалар.